Сәлем достар! Бүгін сіздермен осындай өте керемет болып шығатын синнабон булочкасын жасайтын боламыз. Бір жасағаннан өте керемет болып шығады. Видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен жылы сүтімізді құйып аламыз. Оның үстінен 1 стакан су құямыз. Шекерімізді салып, венчиктің көмегімен ерігенше жақсылап араластырып аламыз. Және де қаймағымызды саламыз. Қаймақты салып болғаннан кейін ерітілген майымызды саламыз. Кішкене араластырып, жұмыртқамызды саламыз. 1 жұмыртқа, 2 жұмыртқа салсаңыздар болады. Және де ашытқымызды саламыз. Ашытқымызды жаңадан ашуымыз керек. Сол кезде біздің булочкаларымыз өте керемет болып шығады. Осылай араластырып болғаннан кейін еленген ұнымызды саламыз. Болмаса осылай үкіштен өткізіп алсаңыздар болады. Осылай ұндарымызды салып, жақсылап елеп алатын боламыз. Осылай елеп болғаннан кейін үстіне кішкене сұйық майымызды құйып, тағы да елеп жібереміз. Сол кезде біздің қамырымыз өте керемет болып көтеріледі. Осылай енді жылы жерге қойып қоямыз, көтерілгенше жарты сағатта көтеріледі. Келесі кезекте біз шекерімізге осындай макты саламыз. Бұл арасына салу үшін осылай дайындап аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай біздің қамырымыз өте керемет болып көтерілді. Енді осыны екіге бөліп аламыз. Осылай бөліп болғаннан кейін бір бөлігін дөңгелек етіп аламыз. Осылай біраз қойып қоямыз. 15 минут өткеннен кейін оны кішкене ұн сеуіп жайып аламыз. Оқтаудың көмегімен жақсылап жаямыз. Көріп тұрғандарыңыздай қамырымыз өте керемет болып шыққан. Егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетіңіздер. Менің каналымның дамуына өз үлестеріңізді қосып, қолдап жіберсеңіздер, қуанып қалар едім. Комментария қалдырып, басқа да адамдармен бөлісіп кетсеңіздер. Осылай қамырымызды жақсылап жайып болғаннан кейін үй температурасында тұрған сары майымызды жағамыз. Ертілген сары майды жақпаймыз, өйткені кескен кезде арасынан ағып кетеді. Осылай бөлме температурасындағы тұрған сары майды қолданамыз. Сары майымыз жақып болғаннан кейін жаңағы дайындап алған мак пен шекер араласқанды осылай барлық жеріне бір тегіс етіп сеуіп шығамыз. Келесі кезекте бір шетінен жақсылап орап шығамыз осылай. Жақсылап осылай тартып ораймыз. Барлығын біркелкі етіп, қамырларыңыз қаншалықты үлкен болса, синнабон да өте керемет болып шығады. Маған осылай үлкен болып кеткеннен кейін, кесуге ыңғайсыз болғаннан кейін екіге бөліп алдым. Осылай пышақпен бөлсеңіздер, арасы ашылып кетеді екен. Көріп тұрсыздар. Сол үшін мен жіпті пайдаландым. Жіппен осылай кессеңіздер, біркелкі керемет болып кесіледі екен. Осылай барлығын жіппен кесіп алдым. Барлығын кесіп болғаннан кейін сол арада біз пешімізді 180 градуста қыздырып қоямыз. Және де пергамент қағаз төсеп, барлығын жайғастырамыз. Үстіне осылай кішкене сеуіпсеңіздер де болады. Болмаса, жұмыртқаның сарысын жақсаңыздар да болады. Осылай қысып тұрған пешімізде қызарғанша пісіріп аламыз. Келесі кезекте біз кремімізді дайындап аламыз. Ол үшін кез келген қаймақты қолдансаңыздар болады.
осылай 3 қасық қаймағымызды салып, сахарный пудрамызды саламыз. Сахарный пудраны да 3 қасық салып, миксермен кішкене араластырып жібереміз. Творожный сыр қоссаңыздар да дәмі өте керемет болып шығады. Мен де осымен жасадым. Енді біздің булочкаларымызды пісіп дайын болды. Оны суытып аласыздар. Суытып алғаннан кейін кремімізді бетіне осылай жағып шығамыз. Көріп тұрғандарыңыздай өте керемет болып шықты. Достар, сіздер де жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, видеом ұнаса, лайк, комментария қалдырып кетіңіздер. Келесі кезекте көптеген рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Сіздермен болған Оразгүл.